Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер» трилогиясынан үзінді. Лек-лек боп, борт-борт желген қалың қосының будақтаған шаңы алыстан жер бетінен көтерілген мұхит тәрізді. Батысты алуға бұл жолы аттанған әскер 300 мың, 3 лек қол, айбарлы да, сұсты да. Кім оған шыдай алар? Әрине, шыдай алған жоқ. Сол бір жыл күн тұтылған 1236 жыл еді ғой. Батухан бастаған қалың қол жаздың аяқ кезінде Еділдің бойындағы бұлғарлардың астанасын алды. 3 жылдың ішінде Бату әскері Рязань, Владимир, Суздаль, Киевті шауып, батысқа жол ашты. Қан суда яқты, жанған қала, жылаған бала. Шыңғысхан, Батухан, Сүбетай Баһадүр аттары әлемді түршіктірді. Бату әскерінің алдында Европа мемлекеттерінің бай өлкелері қалды. Моңғолдың ақтангер, тапал жылқысын тұяқ енді Польша, чехтар мен мадиярлардың жерін басты. Алдарынан Адриат теңіздің жағасын жайлаған тағы славян елдері көрінді. Батухан ол араларға да жетер ме, қайтер еді. Дәл осы кезде, яғни 1241 доңыз жылы ұлы хан үгедей өлді деген хабар келді. Бату кейін қайтты. Бөтен елдерді алу қуанышынан Қарақұрымдағы Шыңғыстың тағына кімнің отыру қаупі күшті болды. Ұлы таққа күйік отырды. Енді біріне бірі қос бөрінің арасы алыстай берді. Бірі ұлы орданың ханымын деп көкірек көрсеткісі келсе, екіншісі туы аспанда желбіреген алтын орданың айбын алдынан кес-кестей тартты. Батухан күйіктің бұйрықтарын жалпы тыңдағанмен, кейде сылтау тауып орындамай қоюды шығарған.